nanды сатып алмаған, иә? Бұрын ата-аналарымыз нанның түгел қолдан пісірген екен. Біз қазір сол нанды сендермен пісіріп көрейік, иә? Нанға пісіру үшін не қосамыз? Ұн, иә? Ұн қосамыз. Сосын май қосамыз. Дұрыс айтасыңдар. Осы барлық алдымызда тұрған заттарды қосып, қазір балалар, сендермен нан илейтін боламыз, иә? Ол нанды біз одан кейін жасап болғаннан кейін оқтаумен жаямыз да, оны пешке апарып пісіреміз, иә? Жақсы, ендеше қазір біз сендермен жасап көрейік. Қане. Бірінші жұмыртқасын қосамыз, иә? Жұмыртқасын қосамыз, иә? Сізде жұмыртқа қоссақ, нанымыз қандай болады? Дәмді болады, иә? Енді дрожжысын сала ғой. Иә, сала ғой. Амирлан, тұзды қоса ғой. Сала ғой. Жақсы, қант қоса ғой кішкене. Тамаша. Енді Медина илейді. Қазақы қыр болмысында, қазақы. О, әне, Медина бізде нанды илеп шықты, е? Тамаша. Ұстап көріңізші былай. О, жұмсақ болды, е? Қане балалар, осы енді жаңағы илеген нанымызды жайайық, е? Қане, әдемілеп жаямыз. Қане. Құлағымда қазақша үн, жүрегімде қазақша мұң, көңілімде қазақша. Біз пешке пісірамыз, е? Пешке пісіру үшін маған салайық нанымызды, е? Қане. Қазақша жыр мінезінде, қазақы қыр болмысында. О, балалар, біздің жаңа салған нанымыз пісіпті, қараңдар. О, пешіміз қандай ыстық болып тұр. Қазір берейін. Тұра тұрыңдар. Ай, ыстық. Ыстық қазір. Қазір мен өзім бөліп берем. Жарай. Құлағымда қазақша үн, жүрегімде